Соңғы қонақтар тарай бастағанда іңкәр ақыры екінші қабаттағы жатын бөлмеде жалғыз қалып, сағатының бауы білектерін қажап тұрғанын сезіп, төсектің шетіне отырды. Нұрлан туыстардың бірін шығарып салуға кеткен еді, кешігіп жүр. Ол төменнен естілген дауыстарды, күлкіні, есіктердің тарсылын тыңдап отырды. Бисермен көмкерілген үйлену көйлегі креслода ақ бұлттай жайқалып жатыр. Ал іңкәр жібек пеньюарға ауысып, ескі тюрмо айнасындағы өз бейнесіне қарап, енді мұның бәрі өзіне тиесілі екенін ұғынуға тырысты. Бұлыңғыр естеліктер, 100 адамға арналған күлкілі той, аты жоқ саусағындағы алтын сақина, құлыптың сарт еткен дыбысы оны жымиып, артына қаратуға мәжбүр етті. Бірақ табалдырықта күйеуі емес, қайынатасы 62 жастағы самайы ағарған, ауыр еңбекке үйренген ірі қолды Мәулен мырза тұр еді. Ол есікті жауып, ішінен кілттеді. Ал іңкәр инстинктивті түрде орындықтың арқалығынан халатын алып кеудесіне қысты. Мәулен мырза, не болды? Ол бірден жауап бермеді. Терезе жанындағы жазу үстеліне барып, үстіне банк резеңкесімен байланған ақша бумасын тастады. Сосын тағы бірін. 8 бума ретсіз үйіліп қалды. Содан кейін ғана қайынатасы оған бұрылды. Оның көз қарасынан іңкәр арқасынан суық жүгіріп өткендей сезінді. Бірақ оның дауысы құздың шетіндегі тұрған адаммен сөйлескендей еді. Курткалар, кроссовкалар бәрі шкафта, төменгі сөресінде. Тез. Мен түсінбей тұрмын. Түсіндіруге уақыт жоқ. Ол терезеге жақындап, пердені 2 сантиметрдей ғана сырып, бақтың қараңғылығына көз жүгіртті. Ақшаны ал, орындықтағы сөмкеден құжаттарды да ал. Артқы есік арқылы шығасың, бақшамен өтіп, артқы қақпаға барасың. Ол жерде сені күтеді. Сырттан шу естілді. Дөңгелектердің қиыршық тасты қытырлатқан дыбысы, мотордың гүрілі. Бір емес бірнеше көлік. Мәулен мырза терезеден шегінді. Іңкәр оның қалай ширыққанын көрді. Ол жақта кімдер, Мәулен мырза? Қаш, қызым, қаш, деді ол сондай үнмен, іңкәр сөзін жарты жолда тыйды. Олар қазір осында. Егер дәл қазір мен айтқанымды істемесең, сен өлесің. Бүгін түнде осы үйде. Сен тірі шықпайсың. Ол оның көздеріне қарады. Өз жұбайының көзінде ашық сұр, қызыл тамырлары көрініп тұр. Және сол көздерден өз қорқынышы сол кісінің қорқынышымен салыстырғанда титтей ғана болып көрінетін бірдеңені байқады. Ол өзін емес, оны ойлап қорқып тұр еді. Сенемін, деп сыбырлады ол да, халатын лақтырып тастап, шкафқа қарай ұмтылды. Джинси дәл келді. Тек сәл үлкендеу, бөтен иықтан қалғандай, темекі мен машиналық майдың иісі сіңген. Іңкәр кроссовканы байламай-ақ кие салды да, жеңіл матыдан тігілген сөмкені іліп алды. Ішінен төлқұжат пен тағы бір қағаздарды сезді де, қайынатасына бұрылды. Ал сіз ше? Мен қаламын. Ол есікті ашып, дәлізге көз салды. Менің артымнан жүр, жай баспалдақтарды сықырлатпа. Олар үйлену тойына дайындық кезінде қызметшілер айтып берген қара баспалдақ пен төмен түсті. Төменде алма мен ескі тақтай иісі аңқыған қараңғы қоймада Мәулен мырза картоп салынған ауыр қапты сырып, аласа есікті ашты. Оның ар жағынан қара жәшіктер мен көкөніс қатарлары көрінді. Тік жүр, еш қайда бұрылма деді. Қоршаудың ар жағында қара жол мен дала бар. Сол жерде көлігі бар бір адам күтіп тұр деді. Аты Назар. Ол сені қауіпсіз жерге апарады. Бірақ кешіріңіз. Іңкәр оның жеңінен ұстап, саусақтарының дірілдеп тұрғанын сезді. Не болып жатыр? Бұл адамдар кім? Нұрлан қайда? Қайынатасы оның қолын өзікімен жапты. Кең, жылы алақаны мүйізденген де қысқа да сәл дөреке қысты. Артыңа қарама. Не істесең де артқа қарама және тоқтама, қаш. Сөйтіп, оны
тамыздың түнгі қараңғылығына итеріп жіберді. Іңкәр қызанақ егілген қатарлардың арасымен жүгіріп, таяқтар мен жіптерге сүрініп, шықтан суланған шөптің тобықтарын осып кеткенін сезді. Қара топырақ пен ас көктің иісі танауын жарды. Бір жерде алыстан иттің үргені естілді, ал артта үйде кіреберіс есік тарс жабылды. Ер адамдардың дауыстары естілді. Қатты, талапшыл, бөгде. Ол артына қарамады, тоқтамай жүгірді. Қараңғыда қақпаның тұтқасын сипалап тауып, өзіне қарай жолып, қара жолға атып шықты. Оның екі жағында күзге қарай ауырлап, басын жерге салбыратқан күнбағыс алқаптары қарауытып тұрды. 30 метр шамасында бір көлік тұрды, фаралары сөндірулі. Салонында бейсболка киген аласа бойлы, мығым, жүзі есте қалмайтын бір ер адам темекі тартып отыр екен. Іңкәр ханым, деп сұрады ол, темекісін аузынан шығармай. Иә, отырыңыз тез. Ол алдыңғы орындыққа секіріп мінді. Есікті тарс жапты да, белдігін тағуға үлгермей жатып ақ, машина қозғалып кетті. Ер адам Назар мырза екеніне есіне түсірді. Фара қоспай-ақ сенімді жүргізіп отырды. Тек өзіне ғана белгілі белгілермен бағыт алып келе жатқандай. Қара жол төбелердің арасымен ирелеңдеп, ауылды айналып өтті. Ал Іңкәр артына бұрылып қарағанда, үйдің терезелерінде бірінен соң бірі жарық жанып, бөлме артынан бөлме, қабат артынан қабат ашылып жатқанын, ал қақпаға тағы да көз қарықтарын машиналардың келіп тоқтағанын көрді. Мұны өзім де түсіндім. Бірақ сен кіммен, немен байланысы бар адамдармен араласасың? Мен өзімнің үйлену тойым түнінде кімнен қашып жүргенімді біреуге құқылымын. Назар мырза үнсіз қалды. Сосын фараларды қосты. Олар асфальт жолға шықты. Ал енді қараңғыда жүру қауіптеді. Тым көп білу, өзіңді одан да үлкен қауіпке тігумен тең, деп айтқан Мәулен мырза, мен де сонымен келсемін. Менің міндетім сені аман есен жеткізу. Қалғаны менің құзыретімде емес. Іңкәр тізесінде жатқан сөмкені қысып ұстап, алдыңғы әйнекке қадала қарады. Оның ар жағынан бағандар мен алыстағы ауылдардың сирек жарықтары зулап өтіп жатты. Бірнеше сағат бұрын ғана ол Нұрлан мен Ашшы деген айғайлардың арасында бей-билеп, күліп, гүл шоқтары мен конверттер қабылдап жүрген еді. Ал енді бейтаныс ер адамның жанында бөтен машинада отыр. Күйеуінің тірі ме, жоқ па екені де білмейді. Олар қаңырап қалған бір ауылға тоқтады. Іңкәр 10 шақты ғана үйді көрді. Көбінің терезелер тақтай мен шегеленген, шатырлары құлаған. Тек біреуінде ғана жарық жанып тұрды. Күңгірт, сарғыш, сәуле шыт перделердің арасынан сығалап шыққандай. Назар мырза моторды өшіріп, есікке қарай бас изеді. Зоя ханым, сені күтіп отыр. Мен машинада қаламын, қарап тұрамын. Есікті ашқан әйел бұрын ауыл әйелі деп аталатын адамдардың бірі еді. Ірі денелі, қолдары қажыған, жүзі әжімге толы, бірақ көздері жас, қырағы. Кір қызым, деді ол шетке ығысып. Ыстық шай ішіп ал, жылынасың. Өзіңнің жүзіңде өң жоқ қой. Ішінен пеш түтіннің және кептірілген шөптердің иісі аңқып тұрды. Ол пеш бөлменің жартысын алып жатыр. Қызыл бұрышта қарая бастаған жапырақтардың алдында шырақ жанып тұр. Ал үстелде буы бұрқыраған шай толы кесе мен әртүрлі дәрумендер салынған тәрелкелер дайын екен. Мен аш емеспін, деді Іңкәр орындыққа отыра беріп. Қорқып отырсың ғой, бәрібір күш керек болады. Іңкәр үнсіз шөптерден жасалған суды алып, тағамдарды алып тістеп көрді. Дәмін де сезбей кенет үнсіз, көріксіз жылап жіберді. Тойдағы макияждың қалдықтарымен бірге көз жасын бетіне жайып. Ей, Зояң қасыңда ғой, деп арқасынан сипады әйел. Жыла, көз жасы ем болады. Мен ештеңе түсінбеймін, деп сыбырлады Іңкәр, өксіген, әрең тия алмай. Неге мен осындамын? Неге қайната мені қуып жіберді? Күйеуім қайда? Мәулен мырза мұны сені құтқару үшін жасады, деді Зоя ханым
жай ғана бірақ қарсы келгің келмейтінін үнмен. Бұдан артық білу маған да болмайды, саған да. Түнді менің үйімде өткізесің, ал таңертең сені басқа жерге алып кетеді. Қайда? Қауіпсізірек жерге. Іңкәр сол түні ұйқысыз өткізді. Шыт перденің ар жағындағы тар төсекте жатып, қабырғадағы есікті сағаттың тықылын, Зоя ханымның қадамның еденнің сиқырын, бір жерде еден астында тышқанның қимылдағанын тыңдады. Ал Нұрланды, оны тойда құшақтаған қолдарын, күлкісін, құлағына сыбырлап әйелім дегенін, сол сөздің қаншалықты тәтті әрі бір түрлі естілгенін ойлады. Ол менің жоғалып кеткенімді біле ме екен, іздеп жүр ме екен, әлде? Іңкәр бұл ойды қуып тастауға тырысты, бірақ ол қайта-қайта оралып отырды. Егер Нұрланның өзі болып жатқан іске қандай да бір қатысы бар болсашы, егер олардың үйлену тойы қақпан болсашы. Таңғы жуық ол қысқа, көмексіз ұйқыға кеткендей болды да, Зоя ханымның иығына тиген қолынан оянды. Тұр қызым, жүру керек. Оны ауылдан шамамен 20 шақырым жердегі аңшылардың қонысына апарды. Орман ортасындағы алаңқайда тұрған бөрене үйге аулада құдығы, қабырға жанында отын үйіндісі бар. Зоя ханым анықталғандай түнде-ақ осында көшіп келіп қойған. Егер біреу сұраса, сен басқа жақтан келген менің жиенімсің, деді ол шойын пешке су құйып жатып. Тәтеңе қонаққа келдің, табиғатты болуға, көруге. Түсіндің бе? Түсіндім. Терезе жанында шай кесесін ұстап отырған Назар мырза ақыры сөйледі. Іңкәр, ең болмаса шындықтың бір бөлігін білуге лайық деп шешкендей. Саған көмектесіп жүрген адамдар Мәулен мырзаның достары. Біріне ол кезінде жұмыс тауып берді, біріне ауырған баласына дәрі-дәрмек алып берді, бірінің қарызын жапты. Енді олар қарызын қайтарып жатыр. Ол неге мұны істеді, деп сұрады Іңкәр. Мен оған кіммін? Ол мені бір жылдан да аз уақыт қана біледі ғой, жай ғана келіні. Назар мырза оған қарап қалды. Қызым, ол жоғарыдан төмен қарап тұрды. Көз қарасы шашаңқы еді, бірақ қатал емес. Мәулен мырза, сен туралы ұлымның өмірінде көп жылдан бері болған алғашқы жақсы нәрсе осы қыз деді. Ол сені қатты жақсы көріп қалды. Іңкәр көзін төмен салды. Кеудесін бірдеңе қысып бара жатқандай сезінді. Ол балалар үйінде өскен, кейін асырап алған отбасына түскен, жақсы, бірақ бөтен отбасына. Олар оны тамақтандырды, киіндірді, оқытты, бірақ ешқашан туғандай жақсы көрмеді. Ал енді бөтен бір ер адам оны құтқару үшін бәрін тәуекелге тігіп отыр. Екінші күні телефон шыр етті. Назар мырза қалтасынан ескі батырмалы телефонды шығарып, құлағына апарды. Іңкәр оның бет әлпетінің қалай өзгеріп жатқанын көрді. Біреу барлық бояуды өшіріп, тек сұр мен ақ қараны қалдырғандай. Қашан? Деді ол күңгірт үнмен. Қайда алып кетті? Түсінбедім. Түсіндім, хабарлап тұр. Ол телефонды өшіріп, ұзақ уақыт қозғалмай қабырғаға қадалып отырды. Не болды? Іңкәр орнынан атып тұрып, табуретті аударып алды. Айтыңыз. Оны ұстап алды, деді Назар мырза. Мәулен мырзаны үйді тінтіп, бәрін төңкеріп тастапты. Белгісіз жаққа алып кеткен. Өлтірді ме? Жоқ, әзірге жоқ. Оларға ол тірілей керек. Іңкәр бір қадам шегінді. Аяғының астындағы жер тайып кеткендей сезінді. Оны құтқару үшін бәрін құрбан еткен адам енді оны құтқарған адамдардың қолында. Оның кесірінен. Ол қашып кетті, ал ол қалып қойды. Бұл адамдар кімдер? Деп сұрады ол. Олар не қалайды? Оларды қалай тоқтатуға болады? Назар мырза бірден жауап бермеді. Орнынан тұрып, бөлме ішінде жүріп өтті. Ауыр қадамдарынан еден тақталары сиқырлады. Терезе жанына тоқтап, күңгірт әйнектің әр жағындағы орманға ұзақ қарады да, ішкі бір шешімге келген адамдай кейіппен оған бұрылды. Іңкәр оны түсінбей қарап қалды. Сосын үйлену түнінен бері қолынан тастамай жүрген
өз тәнінің жалғасындай бұрынғы өмірімен байланыстырып тұрған тұмардай болған матадан тігілген сөмкеге көз салды. Ол құжаттарды тексеріп, ақшаны санап шыққан. Бірақ мұны алғашқы тәуліктердегі жартылай есеңгіреу күйінде мәніне үңілмей, ішіндегі тағы бірдеңе болуы мүмкін деп ойламай істеген еді. Мұнда төлқұжат, неке туралы куәлік бар деп тізбектей бастады ол. Ал ішкі қалтасын қарадың ба? Іңкәр астардың астында жасырылған бүйір қалтаның сыдырмасын ашып, бұрын байқамаған тағы бір конвертті сыйлап тапты. Ол сөмкенің қабырғасына жабысып, сыртынан білінбейтін жалпақ жатқан еді. Оның үстінде мекенжай да, есім де жоқ. Тек солға қарай еңкейіп, соңғы әріптерді ілмегі бар, асығыс, бірақ анық жазылған «Индиом» деген сөз ғана тұрды. Ол тірілдеген саусақтарымен конвертті ашып, жыртық шеті бар кәдімгі дәптер парағын төрт бүктеп жазылған хат жайды. «Қызым» деп басталыпты хат, және осы қарапайым әрі мүмкін емес көрінетін сөзден Іңкәрдің тынысы тарылып кетті. «Егер сен осы жолдарды оқып отырсаң, демек сен қауіпсіз жердесің, және менің жоспарым іске асты. Неге екенін әзірге сұрама, уақыт емес. Артыңа қарама, ол жақта тек өлім бар. Қаш, жасырынып жүр. Мен саған жіберген адамдарды тыңда. Олар жақсы адамдар, сені алдамайды. Мен сенің қорқып, түсінбей жүргеніңді білемін. Сені түсіндірмей, ең бақытты болуы тиіс түнде өміріңнен жұлып алғаныма ашулы екеніңді де білемін. Бірақ мен мұны басқа амал қалмағандықтан жасағаныма сен. Бәрінен кейін дауыл басылған соң анықталады. Сен ойлағаннан да мықтысың, Іңкәр. Сен балалар үйінде жалғыздықты да туғандай бола алмаған, асырап алған отбасын да өткердің. Мұны да өткересің. Мен саған сенемін. Бұрын ешкімге сенбегендей сенемін. Қандай жағдай болса да өмір сүру керек. Өмір сүру ең бастысы. Қалғанының өзі келеді. Әкең. Іңкәр хатты 3 рет қайта оқып шықты. Әр әрпін, әр иірімін саусағымен жүргізіп, енді бұл жазу өзіне дүниедегі ең қымбат нәрсе болып көрінді. Сөмкеде жатқан сол барлық ақшадан да қымбат. Сөмкені құшақтап отырып, көз жасы қағазға тамшылап, сияны жайып жіберді де, ол әкесімен деп атаған адамнан қалған жалғыз нәрсені бүлдіріп алам ба деп қорқып, парақты асығыс шетке тартып алды. Әке, бұл сөзді ол өмірінде ешқашан айтпаған еді. Балалар үйінде ресми әке болған Мақсат мырза. Ал асырап алған отбасында салқын, қашықтықты сақтай алатын Аңсар мырза еді. Ал енді оны 1 жылдан да аз таныған адам өз еркімен өлім қаупі төніп тұрған сәтте, әр секунд санаулы кезде солай атап жазып отыр. Ол ұстайтынын білді, деді ол бәсең дауыспен. Өзіне ме, әлде енді ішкі көз алдында тұрған қайын атасының бейнесіне ме, өзі де білмеді. Менімен бірге кетіп жасыруына болатын еді, бірақ қалды. Мәулен мырза ешқашан істі жартылай істемейді, деді Назар мырза, тыныш қана. Егер сені құтқаруға бел буса, онда соңына дейін барады. Қажет болса, өз өмірінің құны менде. Мен оны 30 жылдан бері білемін. Ол маған анамды жерлеуге көмектескен кезден бастап. Қалтамда тиын тебенім де жоқ кезде. Мұндай адамдар сөзінде тұрады. Іңкәр хатты қайта бүктеп, әр қатпарын мұқият тегістеп, джинсінің қалтасына денесіне жақын жерге салды. Матаның ар жағынан да сезілетіндей. Сол сәттен бастап ол бірнеше күн бойы алғаш рет қорқыныш емес, мүлде басқа бір сезімді, ыстық, берік, кеудесін жылытып тұрған көмір секілді бір күшті сезінді. Белгісіздікке тікелей қарай жүріп, Іңкәрдің барлық ұйқыны қашырған сұрақтарына жауап іздеді. 3-ші күні оларға өздерін тапты. Ол алаңқайдағы шағын үйдің есік алдында отырды. Тамыздың соңғы күндерінің күн сәулесінің ішіне сіңіріп, аптаның басындағы сияқты қатты ыстық емес, күздің жақындағанын сездіретін салқын жел мен алысқа қарай мотордың дыбысын естіді. Бір емес, бірнеше мотор проспект жақтан жақындап, орманның тыныштығын бұзып келе жатты.
Сарайда бір нәрсені жөндеп жүрген Назар мырза шеге соғу дыбысын естіді де бірнеше болып секіріп шықты. Шалбарын қолына сүртіп, еш сөз айтпай, оны үйге кір деп ишара жасады. Бір дауыспен ол қысқа да нұсқау беріп, ол есіктен кірген кезде еш дыбыс шықпастай қадағалады. Бұл ишара асхананың еден тақтасының астындағы тар өткел болып шықты. Ескі кілеммен жабылған, кілемнің сүрткіші еденде қалмаған. Зоя ханым күтпеген күшпен оны ысырып кетті. Іңкәр шіріген, ылғал иісі, топырақ пен қышқылданған 40 қабат иісі аңқаған қараңғыда, жіңішке ағаш баспалдықтан төмен түсіп, тұздалған қышқылдарды сөрелер арасынан аяқтарын тізесіне қарай тартқан күйде отырды. Еден тақталарының арасынан жарық сызықтары көрініп, үстіндегі әр сөзді, әр қадамды естіп тұрды. Үй иесімен сөйлесу керек, деп шықты дауысы қалың әрі билік жүргізуші талап ететін бір мырзалар. Сөйлесетін ештеңе жоқ, күндіз қандай сөйлесу, деді. Іңкәрға тыныш, тіпті жалқау үнмен сәл мазасызданып. Жоқ, мен сені шақырған жоқпын, ал біз шақыруды сұраған жоқпыз. Оны сенің орның алып кетеміз. Мұнда жақын үйлену тойы өтті. Ауа райы. Үшінші ас үйді де астан кестен еттіңдер. Барлығын, анамнан қалған заттарды да. Іңкәр оның сабырлығына таң қалды. Анасы деп қойғандай қиюсыз болса да бәрі естелік қой. Үнсіздік орнады, ұзақ азапты. Іңкәрға мәңгілікке созылғандай көрінді. Ол жүрегінің соғуы да естіліп кетпесін деп дем алуға қорықты. Ақыры қадамдар есікке қарай бет алды. Дауыс көңілсіз, бірақ қорқытуға толы шықты. Бірақ есіңде болсын, егер өтірік айтып жатқан болсаң, қайтып келеміз де, сені де, тәтеңді де қоса ертіп жібереміз. Күлін жерге ұшырамыз. Айтпақшы, бұлардың үлкені бізде. Оның әйелін табамыз, оған ақыры тез әрі мейірімді болады. Табылмаса бәрібір ақыры бар, тек біз үшін баяулау әрі қызығырақ болады. Моторлар гүрілдеп, алыстап барып, орманның шуына сіңіп кетті. Назар мырза тағы 5 минуттай күтті де, кілемді ысырып, люкті ашты. Ол Іңкәрға шығуға көмектесті. Ол ыңырсып, денесі талып, көз алдында қара дақтар жүзіп кетті. Кетеміз, деді ол, және оның даусы осы күндері алғаш рет шиеленіскен естілді. Дәл қазір олар қайтып келмей тұрғанда, мұнда қалуға болмайды. Олар 1 минут өтпей жатып жолға шықты. Тұман әлі де алқаптарды сүттей ақ пердемен жапқап, ал қара жол көліктің капотынан 10 метр жерге ақшыл тұманға сіңіп жоғалып кете бара жаздады. Бұл машиналар жүзіп бара жатқан жүгері алқабының қабырғалары арасында тамыздың соңына қар сарғайған, кеуіп кеткен ауыр қауыздарды жерге қарай қисайған. Іңкәр терезеге қарап, әр бұрылыста, әр белгісін төбеде жалғыз тұрған ағашты есте сақтауға тырысты. Қайтып жаяу жетуге тура келсе деп сынған көрсеткісі бар бұрылыстарды да жатқа алды. Ол 3 күн бұрын бөтен төсекте сөмкесін құшақтап отырып жылаған қорқақ қыз емес еді. Қара жол талғамайтын көлік бұрылыстан күтпеген жерден шықты. Назар мырза қатты тежеуге уақыт таппай қалды. Машина жолды жауып тұрды. Ал 2 ер адам былғары күртеше киіп, олардың бетіне қарай салмақты, сенімді қадаммен келе жатты. Ешкімнің қашпайтынына сенімді. Біреу кеудесінің астына бір жүк ұстап тұрды. Бұл жерде не жасырылғанын түсінуге еш күмән жоқ. Шығыңдар, деп айғай салды. Назар мырза газ педалын түбіне басып, моторды ызылы шықты. Нива қозғалып, оңға сілтеді де жолдан шығып, жүгері алқабына кіріп кетті. Құрғақ сабақтарды сындырды да қатты сықырбас етті. Сарғайған жапырақтар мен сабақтар капот пен әйнектерге соғылып, көріністі жауып тастады. Машина шұңқыр мен кісіге келмеген дендерден секіріп, Іңкәр белдікке қарамастан басын теріп, тілін тістеп алды. Арттағы жол талғамайтын көліктің моторы гүрілдеп, оларды қуып келе жатты. Ол жүгеріні қиып, жылдамдықты арттырды. Тұрыңдар, деді Назар мырза, рульді солға бұрып, Ниваны жолдан байқамаған тар орман жолағына кірді. Бұтақтар бортының сызық салып,
бүйрік айна сиқырын еткізіп, үзіліп артқа ұшып кетті. Алдыңғы әйнек сызықпен қапталып, бірақ машина алдағы жылжыды. Ағаштар арасынан асфальттың сұр белдеуі көріне бастады. Жол талғамайтын көлік артта қалды. Ағаштар арасындағы бұл тар саңылыстан өте алмады. Олар тас жолға шықты да үшінші берілісте алға ұмтылды. Артқа қарамастан үй мен алқап артта қалды. Іңкәр есіктің тұтқасына қысып ұстаған саусақтарын босатып, қолдарының сезімсіздігінен байқады. Олар кернеуден қатып, аздап дірілдеп тұрды. «Бұл адамдар кімдер?» деді ол, даусы орнына келгенде. «Неге, дәл немен айналысып жүр?» Назар мырза ұзақ үнсіз отырды. Жолға назарын аударып, сосын жай ғана сыбырлады. «Үнсіз отыру керек», деді Назар мырза. «Олар енді сенің қалай көретініңді және тірі екеніңді анық біліп отыр. Енді олар барлық жерді іздейді, әр ауылда, әр жолда, сен табылғанша». Кешке қарай кірпіштен салынған, төмен шымыр шатыры бар, қынамен жасылданған және алма бағы естіп кеткен үй көрінді. Кішкентай қышқыл алма салбырап тұрған бұдақтар терезеге соғылып, дауылы желі соққанда қабырғаға түртіп тұрды. Іңкәр машинадан шығып, ауырған иығының қиналып, қатып қалған аяқтарын жазып, жарты қадам басып тұрды. Қалтадан шыққан қақпаның ескі құлақтары сырғыды да бір адам шықты. Биік, кең иықты, сәл езілген көйлегі бар, көзінің астында қара шеңбер, қасы мен самай аралға күлген көк көз. Нұрлан, оның күйеуі, әлемі түбірінен өзгерген, ұзақ уақыт көрмеген адамы. Бірнеше секунд олар қозғала алмай бір-біріне қарады. Шаң басқан ауыл арқылы 3 метр қашықтықта шөп өскен жерде. Іңкәр оның бетіндегі сезімді көрді. Өз бетінде де бар болуы мүмкін. Сенімсіздік, жеңілдеу және қорқыныстың араласқан сезімі. Содан соң ол оған қарай жүгірді. Алма тамырларына сүреніп, Нұрлан оны жарты жолдан көтеріп қатты құшақтады. Беті оның кеудесіне тығылып, демі қиылғандай болды. «Тірісің бе?» деп сыбырлады ол шашына. «Құдайым, тірісің, мен ойладым, білмедім, ал сен?» Іңкәр оның бетін көру үшін сәл алыстап, көк ізге саусағын жүргізді. Ол жанасудан қиналып, қыртысып кетті. «Бұл қайдан? Не болды саған?» Нұрлан оның қолын өз қолымен жауып, мейірімді де кінәлі қорғаймын дегендей ишарат етті. «Кешір», деді ол жауап орнына. «Барлығын тартқызғаным үшін кешір. Сен мұның бәріне лайықты емес едің». «Кейін бәрін», деп қимыл етті Іңкәр. «Алдымен айта берші, не болып жатыр?» Олар едені жарықтың ыстық қалған, тозған тақтайлы верандаға отырды. Кірпіш темекі шегіп, саусақтарымен от жағуға тырысып, алғашқы 2 сіріңке сынғанда үшінші жанды. Іңкәр күтті, оны асықтырмай. Сөздер шын жарып, бірден жауап талап етті. «Бәрі 90-шы жылдарда басталды, мен әлі кетіп бара жатқан кезде», деп сөйледі Нұрлан ақыры Іңкәрға қарамай. «Барлығы да алыста, оңтүстікте, ағаштардың ар жағында созылып жатқан жақта басталды. Әкем серіктесімен бірге бір трассаның бойындағы жерлерді сатып ала бастаған еді. Ол оңтүстікке баратын жол. Ол кезде ол жерлер бос, тастандық колхоз алқаптары ешкімге керексіз болатын. Серіктесінің аты Аңсар. Олар бірге техникумда оқыған, жастайынан дос болған. Трасса салынып бітіп, жердің бағасы 100-ден есе қымбаттаған кезде олар екіге айырылысты. Қағаз жүзінде бәрі таза болды, ешкім ілік таба алмайтындай. Бірақ ол өзін алдандым деп санады. Әкем ең жақсы телімдерді өзіне қалдырды деп ойлады. 25 жыл бойы ашуын ішіне сақтап, кек алуға қолайлы сәтті күтіп жүрді. Ал сол сәт біздің үйден тойымыз болды». «Иә», деді Нұрлан. Бір тартты да түтінді шығарып, ақыры оған қарады. Көз қарасы ауыр, айтылмай қалған нәрсеге толы еді. Қорғау әлсіреген, қонақтар мас, бәрі бақытты да алаңсыз. Ең ауыр жерден соғу, тартып әкету үшін таптырмас сәт. Ол сөзін үзіп, лайық сөзді іздеді. «Тізбектегі ең осал буын сен едің. Отбасына жаңадан келген, байланысы жоқ, қорғанысы жоқ, шу көтеретін туыстары да жоқ». Іңкәр ішін бір нәрсе жайлап бара жатқанын сезді. Отшашу, жедел жәрдем, тезірек дем алуыма кедергі жасама деген айқашу дүрбелең болды.
Әкең олар келетін алдын ала білген. Үйге машиналарды жақындатып қалғанда, 1 сағат қалғанда оған хабарласқан. Ол айналасындағы сол кезден бері әкеңе адал болып қалған бір адам бар. Сол ескерткен. Әкең 1 секунд та ойланбады. Қара күнге деп сақтап жүрген ақшасын алды, құжаттарды жинады да сенің бөлмеңе барды. Ал сен, Іңкәр, оның жүзіне оның өзің қоюға қорқып жүрген сұрақтардың жауабын іздеп көз алмай қарадың. Неге сен осындасың, осы үйдесің, ал әкең неге ол жақта емес? Нұрлан терең бір тартып түтінді шығарып жауап бермес бұрын үнсіз қалды. Сол түні қонақтарды шығарып салуға шыққанда мені де ұстап алмақ болды. Кіреберісте екеуі тұрды. Бірақ мен сендей бағалы олжа болмадым. Қарсыластым, олардың бәрі менің қарсылық көрсеткенімді күтпеді. Көршінің ауласы арқылы қашып кеттім. Ал әкем сенің кетуіңді бүркемелдеу үшін үйде қалды. Олар сені әлі ішінде деп ойласын деп. Ол мен үшін тұтқында, деді Іңкәр. Әкесінің ұрланғанын білген сәттен бері тілінің ұшында тұрған сөзді ақыр айтып. Егер мен болмасам, ол тұтқында, өйткені өзі солай қалады, деп Нұрлан күтпеген қызулықпен бөліп жіберді. Өйткені ол сенің өміріңді өз бостандығынан да маңыздырақ санады. Ол сол түні сенің бөлмеңе барар алдында маған бірдеңе айтты. Оны қорғап алам, ол ерекше, көп жылдан бері біздің отбасымызда болған алғашқы мейірімді жарық жан, деді. Іңкәр естігенін үнсіз қорытып отырды. Қайнатасының сөздері, хаттағы жолдар және Нұрлан жеткізген айтқандары бір-біріне қосылып, өзі әлі толық ұғына алмайтын бұл үлкен суретке айналып бара жатқанын сезді. Сосын басын көтеріп, күйеуінің көзіне тік қарады. Мен енді жасырынып, мені тауып алғандарын күтіп отырмаймын. Іңкәр, тыңдашы. Жоқ, сен тыңда. Мен бүкіл өмірімде жалғыз болдым. Атымды да есікте сақтамайтын, жыл сайын ауысатын күтушілер мен тәрбиешілер бар балалар үйі болды. Кейін маған бәрібір болған, тек жәрдемақы түсіп тұрса болды дейтін асыранды отбасы болды. Ал сенің әкең менің бүкіл өмірімді маған туғандай қараған алғашқы адам. Ол хатында мені қызым деп атады. Әкең деп қол қойды. Ешқашан бұл сөздің қалай естілетін білмеген адам үшін бұл нені білдіретінін түсінесің бе? Мен оны сол жыртқыштардың қолында шіртіп, өзім тыныш жүре алмаймын. Нұрлан қарсы айтқысы келді. Ол терең демалып, шиеленісіп тұрған Іңкәрді көрді. Бірақ оның жүзіндегі, даусындағы бір нәрсе оны тоқтатты. Ол баяу демін шығарып басын изеді. Керемет. Оны мойындаймын. Шешім қабылдау құқығы өзіңде. Онда бірге дайынсың ба? Бұдан кейін не істесек те бірге істейміз. Сен және мен. Түн тым тыныш өтті. Өзгерістер үшін тым тыныш. Түнгі құстарды шуламайды. Іңкәр Нұрланның жанында тар, матрасы шөгіп кеткен төсекте, төбесі аласа, кішкентай терезесі алабажақ матамен жабылған бөлмеде жатыр. Оның тынысы тыңдап жатты. Тынысы бір қалыпты, терең. Ол соңғы күндердің оқиғаларынан қатты қажып, бірден ұйықтап кеткен. Ал Іңкәр көз іле алмады. Естігендерінің бәрін ой елегінен өткізіп жатқанда, сырттан моторлардың гүрілі естілді. Алдымен алыстан, кейін барған сайын жақындай түсті. Есіктердің тарс жабылғаны, дауыстар, қиыршықтас жолмен басылған аяқ дыбыстары. Ашып беріңдер, үй иелері. Түн тыныштығы шара шыққан айға естіді. Жасырысып ойнағандарың жетер. Оның осында екенін білеміз. Нұрлан бірінші болып атып тұрды. Лезде оянып, қараңғыда жеңсең киіп, Іңкәрға қысқа ғана айтты. Артыңа қарама, іште қал. Не істесең де шықпа және басыңды да шығарма. Олар Назар мырзамен бірге сыртқа шықты. Ал Іңкәр жұқа есік арқылы аулада болып жатқан сөздердің әрқайсына анық естіп тұрды. Сырттағы дауыстар бәсеңдетуді қажет те таппады. Сіздердің әкелеріңіз бізде, деді біреу суық мұздай үнмен. Қарт мықты, әзірге үндемей отыр, бірақ бұл уақытша. Ерте ме кеш пе сөйлейді. Оның келіні өз еркімен берсеңдер, қартты босатамыз. Сөз берем, бермесеңдер алдымен соны бітіріп алып тынамыз, баяу рахаттанып, сосын сендерге кезек келеді. Алдымен дәлелде, ол тірі ме, деді Нұрлан, даусы төмен, бірақ сенімді дірілсіз. Сөздері жай ауадай ғана. Пауза, сосын ауыр, тұншыққан дыбысқа ұқсас естілді. Іңкәр есікке қарай секірді. Шығып,
бәрін тоқтату үшін берілуге дайын еді. Бірақ белгісіз жерден дәліздің қараңғылығынан шыққан Зоя оны шынтағынан ұстады да күтпеген қатты күшпен қабырғаға итерді. «Жоқ», деп сыбырлады ол тікелей құлағына. «Мені естіп тұрсың ба? Бұл адамдарға сенуге болмайды. Олар сөзінде тұрмайды. Қазір шықсаң бәрін өлтіреді, ең бірінші сені». Сыртта дау жалғасты. Жаңа қорқыту, жаңа талаптар. Назар мырза салқын және сенімді бас тартуы. Содан соң дауыстар алыстай бастады. Машиналардың есіктері тарс жабылды, моторлар қосылды, бірақ кетпеді. Іңкәр перденің саңлауынан қарағанда фаралардың жарығы үйдің алдындағы жолда айналып жүргенін көрді. Жақындап кейін алыстап, олардың баспана екенін көрінбейтін, бірақ өтіп болмас сақинамен қоршап тұрғандай. «Олар күтіп отыр», деп сыбырлады Зоя ханым, ақыры қолын босатып. «Біз қателік жібергенше, біреу шыдай алмай байқап қалмайынша». Бірнеше минуттан кейін Нұрлан қайтып келді, жарылған ерні мен маңдайындағы сызатпен. Ол Іңкәрге қарап тұрды. Сонда бәрін түсінгендей болды. Оның көз қарасына бәрін оқыды, бірақ даусымен айтуға батылы жетпеді. Үй баспана сияқты көрінгенімен қақпанға айланды, және олар тірі қалғысы келсе, қазір кету керек еді. Түнгі қараңғы әлі сыртта тұрған адамдардан жасырынуға мүмкіндік беріп тұрған кезде. Олар артқы қақпадан шықты, ал фаралар үйдің алдындағы жолда айналып жүре берді. Назар мырза назарды аудару өзіне алып, терезелерден шаммен жанып өтіп, бар екеніне иллюзия жасады. Іңкәр, Нұрлан және Зоя ханым өзен бойындағы жолмен қаз тәрізді жүріп, аяқ астынан бұтақ сындырмауға, қатты демалмауға, байқалмауға тырысты. Түн айсыз еді және Іңкәр күйеуінің 2 қадамдағы арқасын ғана көре алды. Алда жол көрінді. Ал сол жақта, жақын маңда, сол өз қараңғы суларын теңізге қарай ағызып жатты. Бірақ бір кезде бәрі өзгерді. Айқай, аяқтың дүбірі, қараңғылықты тіліп өткен шамдардың сәулесі және Нұрланның даусы. «Қаш, орманға қарай, қаш», деді. Іңкәр жолын ажыратпастан жүгіре жөнелді. Тамырларға сүреніп, бұтақтарға бет-әлпетін жыртып, артынан қуғанның даусын естіп, ол біртіндеп бәсеңдеп, алыстап, түнге сіңіп жоғалды. Ақыры ол тоқтағанда демігіп, еменнің діңіне арқасын тіреп, айналасындағы орманның тыныштығы мен көзінің қарлығын шыққан тынысын басқа ештеңе болмады. Ол таң атқанша жүрді. Сирек көрінетін жұлдыздарға және оң жағынан естілген өзеннің шуына қарап бағдар алып. Аяқтары қанап кеткен, жеңсені шықтан су болған, ал күртешесі жыртылған. Күннің алғашқы сәулелері аспанда сұрғылт түске боянғанда, алда қисайған шатырлары бар ауыл көрінді. 3 үй, екеуінің төбесі опырылып түскен, ал шеткі біреуінің әйнектері бүтін, мұржасына түтін шығып тұр. Есікті қария ашты. Үстіндегі киімі астында ішкі жейде, беті әжімге толы, бірақ көздері тірі әрі өткір. Бірден-ақ оны бағалап қарады. «Келін сенбісің?» деді ол, сұрамай-ақ. «Кір, көріп қалмай тұрғанда. Сенің жүзіңді бүкіл маңайға көрсетіп қойған». Іште жылы еді, төбеден ілінген шөптердің иісі аңқып тұр. Шайқурай, жалбыз, тағы басқа. Іңкәр ажырата алмаған өсімдіктер. Қария ысталған шәйнектен оған ыстық шай құйып берді де, қарсысына отырып, көптен күткенде көз тастады. Олардың «Парасат» деп таныстырды өзін. «Сенің қайнат атаң енеңмен 68 жылдан бері, әскерден бері доспыз. Ол сенің келуің мүмкін екенін ескерткен». «Ол қайда?» деп Іңкәр шыдай алмай сұрады. «Оны ұстап әкеткенін білемін, қай жерде ұстап отырғанын да білемін». «Ұстап отыр?» деп басын изеді қария. «Өзен бойындағы қоймаларда, осы жерден 5 шақырымдай. Қазір ол жаққа баруға болмайды, күзет бар, иттер бар. Бірақ алдымен маған бір сұраққа жауап бер». «Сұрақ бар, қызым». Ол алға қарай жылжыды. Көз қарасы одан сайын өткір, тіпті жан тебірентерлік болды. «Сен неге іздестіріп жатқанын білесің бе? Неге оның ұлың емес сені? Үйде жаңа келген келінін іздейді». Іңкәр үнсіз қалды. Көз қарасын оның мойнына жауап алғандай иіп қойды. «Демек білмейсің, бірақ тыңда, тағдыр сені менің қасыма келген соң». Келесі сағат ішінде ол айтқан әңгіме Іңкәрдің өз өмірі, өзінің кім екені және айналасындағылар әлем туралы барлық түсінігін өзгертті. Оның шын аты
Серік пен Үміт ханымдар. Олар осы маңдағы колхозда жұмыс істеген. 90-шы жылдарда шаруашылық құлап, оларға жол бойындағы жақсы жер учаскелері тиіп қалған. 25 жыл бұрын олардың машинасы жолдан шығып, сайға құлаған. Ресми түрде апат деп тіркелген. Бірақ олар бұны әрдайым қастандық деп күдіктенген. Сол кезде 2 жастағы болған Іңкәр балалар үйіне жіберілген. Одан кейін алыстағы туыстарына тапсырылған. Оның шығу тегі туралы шындық жасырылған, ата-анасын өлтіргендерден қорғау үшін. Мұраға ешкім талап қоймаған, мерзім өтіп кеткен. Ал жер 25 жыл бойы ешкімге қажетсіз болып, өлі жүк сияқты жатты. Ал жарты жыл бұрын ол заңгерлер жалдап, сот арқылы сенің мұрагер ретінде құқықтарыңды қалпына келтірді деп жалғастырды. Енді бұл жер ресми түрде сенікі, ал оны қалайтындар енді күткізе алмайды. Оларға сенің қолтаңбаң керек, ерікті ме, күштеп пе. Іңкәр қозғала алмай, қолы мен аяғын сезбей, тек құлағында шалт естілген дауысты ғана естіп отырды. Оның бүкіл өмірі балалар үйі, қамқор отбасы, жалғыздық, шын мәнінде шын ата-анасының сүйектеріне салынған жалғандық болып шықты. Ал ол бәрін білді, бастапқыдан-ақ білетін еді. Ол жұмсақ болып, Іңкәрдің ойларын бірден түсініп, оған қарап тұруға уәде берді. Ал оның ұлы Іңкәрді кездестіріп, оған ғашық болған соң тағдыр деп шешті. Енді оны туған қызы сияқты қорғауға мүмкіндік бар деп санады. Қалғандармен байланыс орнату тек келесі күннің кешінде мүмкін болды. Нұрлан мен Назар мырза қудан ажырап, ескі су мылтығының жанындағы белгіленген жерге шықты. Зоя ханым қауіпсіз үйде, өзен жағасында қалдырылды. Ол осындай жол жүрулерге тым қарт еді. Бірақ олар үйіне бәрі жиналғанда Іңкәр өз білгенін айтып берді. Сонда үнсіздік орнады. Тек пештегі оттың жарқылы бұзды. Мен оны құтқаруым керек деді ол ақыры. Ол бүкіл өмірін осы құпияны мен үшін сақтаған. Енді кезек менде. Складтар 3-ші күні жабылды. Табылып, бұрынғы колхозды тот басқан ангарларда, қақпада ескі көліктер, аймақты кезіп жүрген күзетшілер мен иттер әр жарты сағат сайын. Іңкәр шөмішпен қапталған төбеде жатып, сол кісі берген бинокль арқылы ішіндегі орындыққа байқалған қария, беті зақымданған, бірақ көзқарасы сынбаған адамды көрді. Ол оның күйеуінің әкесі, нағыз әкесі емес, бірақ таңдауы бойынша әкесі. Кожанка киген адам оның бетіне ұрып айғайлап тұрғаны көрінді. Бұл бұрынғы серігі, қазіргі жауы еді. Іңкәр оның қалың мұрынды, кішкентай ашкөз және ашулы көздерін есте сақтады. Сондай-ақ ойлады, ол бәрін жауап береді деп. Операция бір апта бойы дайындалды. Ол ескі байланыстарын жинады. Бұрынғы күштік құрылым қызметкерлері, құрмет пен сөзді білетін ардагерлер, сол уақытта құжаттар, сөйлесулер жазбаларды, жерді бөлу құжаттары, куәлардың айғақтары жиналды. Барлығы сенім артылатын адам арқылы ішкі істер комитетіне жіберілді. Штурм түріндегі Іңкәр сол мырзаның үйінде қалуы керек деп шешілді. Нұрлан өз уәдесін берді. Бірақ олар оның күйеуінің мойнына пышақ тақап, тағы бір қадам, сенің ұлың қанды жұтып қалады, деп айғайлағанын көргенде Іңкәр ішінен бірдеңе сынды, өзгерді. Ол барлық тыйымдарға қарамастан жасырынып тұрған жерден шықты және жарыққа шықты. Мен оны қорғаймын, деп ол өзіне белгісіз, қатты, тіпті көз қарастары дауыспен. Мен осы жердің мұрагерімін, оны босатыңыз, және мен қалағандарыңыздың бәріне қол қоямын. Олар күлкісімен қимылдап, Нұрланды босатты да Іңкәрдің бетіне келді. Бірақ сол сәтте көк жарық жарқырап, сиренялар жанды, және мегафонның бәріне жерге жатуды бұйырды. Ішкі істер комитеті дәл уақытында келді, әр секундта жоспарлағандай. Олар сол түнді босатылды. Ол жараланған, әлсіреген, қабырғалары сынған, тістері шыққан, бірақ тірі еді. Санитарлар оны жедел жәрдемге көтергенде, ол тауып Іңкәрға қарап сыбырлап, «Қызым, менің қызым» деді. Сол сәтте ол алғаш рет жылады. Қорқыныштан да, ауырсынудан да емес, атауы жоқ, бірақ орасан зор әрі жарық бір сезіммен. 3 күннен кейін олар қымбат қара джиппен келді. Үстінде қымбат костюм, жүзінде бәрінде сатып алуға үйренген адамның кейпі бар. Оның ұсынысы қарапайым еді. Барлық жер үшін оның да, басқалардың да бір пакетпен 50 миллион қауіпсіздік кепілдігімен.
ойлануға 3 күн. Олар ақмақ, деді ол кіреберісте тұрып, қарапайым үйді шолып. Мұндай мәселелерді жұдырықпен шешпейді. Мен келісуді жөн көремін. Іңкәр оның қымбат сағатына, күтімді қолдарына, бейжай көздеріне қарап, есіне өзі көрмеген ата-анасы, сайға ұшқан машина, 2 жасында алыпты қатыгез әлемде жалғыз қалған қыз бала түсті. Бастығыңа жеткіз, деді ол. Мен бір қағазға да қол қойғанша өлгенімді артық көремін. Бұл жер ата-анамның қанымен суарылған, ол сатылмайды. 3 күн бойы ол ұйықтамады. Терезе жанында отырып, әр дыбыстан, әр өткен машинадан селдете берді. Нұрлан үй ішінде көлеңке сияқты жүрді. Есіктің ысырмаларын тексеріп, аңшы мылтығын оқтап жүрді. Телефон үнсіз еді. Жоспар іске аса ма, құжаттар керек адамдарға жетер ме, ешкім білмеді. 3-ші күні олар орнына арнайы жасақ келді. Оларды тергеу изоляторында отырып, жазасын жеңілдету үшін тапсырыс берушіге қарсы куәлік берді. Жазбалар, құжаттар, куәлер бәрі бірігіп жоққа шығаруға болмайтын көрініс жасады. Олар өз кеңсесінде жиналы үстінде барлық қызметкерлердің көзінше ұстап әкетілді. Айтуларынша, ол тіпті кофесін де ішіп үлгермепті. Бір айдан кейін олар үйінің верандасында отырды. Іңкәр некелесу түні қашып кеткен сол үйде. Қыркүйектің күн сәулесі жаздай жалынып тұрып, бақта алмалар пісіп келе жатты. Ал жел өзен мен шабылған шөптің иісін алып келді. Олар әр уақытша мүгедектер арбасында еді. Аяғы біткенше, қолында шай толы кружка ұстап, өзін баяғыдан қызы санап кеткен келініне қарап отырды. Жер бұл материалдық нәрсе, деді ол жай ғана. Бүгін бар, ертең тартып алуы мүмкін. Ал абырой мен отбасы өзің бермейінше ешкім тартып ала алмайтын нәрсе. Нұрлан қасында отырды. Оның қолы Іңкәрдің қолының үстінде, жылы, сенімді тұрғандай жақын. Қарсы беттер Назар мырза мен Зоя ханым, сол ағалар отырып, өзі темекі тартпаған адам. Бұлар өзі туралы да, өткен өмірі туралы да ештеңе білмейтін қызды қорғауға тәуекел еткен жандар еді. Біз бірге болғанда, деді Нұрлан, оның саусақтарын қысып, ешбір күш бізді сындыра алмайды. Мұны осы аптада түсіндім. Іңкәр осы адамдарға қан, қорқыныш пен құрбандық арқылы тапқан отбасына қарап, өмірдің қандай ғажап әрі күрделі құрылғанын ойлады. Ол көрмеген ата-анасынан айырылды. 20 жыл жалғыздықта өтті. Некелесу түні өлім аузынан қалды. Ал соның бәрінің нәтижесінде өмір іздегенін тапты. Үйі өзі үшін жанын беретін адамдарды және өз тарихына деген құқықты. Қалтасында қайын-атасының хаты жүрді. Ол оны әрдайым тұмардай алып жүретін. Онда өмір сүру керек деп жазылған еді. Және ол өмір сүруді кеудесіне кең ашып, өткенге бұрылмай, болашақтан қорықпай. Өйткені енді ол ең басты нәрсені білді. Ол енді жетім емес, оның отбасы бар. Әңгіме ұнаған болса арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.